Сәлеметсіздер ме? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің білім алушылары. Сіздермен бірге биология пәнінің оқытушысы Қажи Алма Аманбекқызы. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз Қазақстанның экологиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты Қазақстандағы экологиялық апатты аймақтар туралы білімдерін тереңдетіп, таным белсенділіктерін арттыру. Семей, Каспий, Арал тағдыры адам тағдырымен тікелей байланысты екендігін ұғындыру. Қоршаған ортаны экологиялық жағынан таза, бүлдірмей ұстауға тәрбиелеу. Экологиялық жағдай қазіргі уақыттағы күрделі мәселенің бірі болып отыр. Ол біздің елімізде де, әсіресе индустриялы дамыған орталықтарда, соның ішінде ауыл шаруашылық аймақтарында өткір түрінде қойылуда. Табиғи қорларды тиімді пайдалануда, қалалы елді мекендерді көгалдандыруда, ұлттық парктер, көгалды аймақтар жасалуда, көптеген шаралар іске асырылуда. Қоршаған ортаны қорғауда жауапсыздық, болашақты ескермеушілік орын алып отыр. Ауыз су мен жер суатының судың тапшылығымен қоса, оның сапасы да күрт нашарлап кетті. Бұл өзендер мен коллекторлық кәріздің тармаққа ауыл шаруашылығында пайдаланылған улы химикаттар және пестицидтермен ластанған суды, сондай-ақ өнеркәсіптік және коммуналдық шаруашылықтардан шыққан ластанған суларды ағызуға байланысты болды. Жалпы судың ластануына байланысты 3 топқа бөлуге болады. Ол биологиялық ластаушылар, химиялық ластаушылар және физикалық ластаушылар. Биологиялыққа жануарлар, өсімдіктер, микроорганизмдер, бактериялар, ауыл шаруашылығының органикалық қалдықтарын жатқызуға болады. Химиялық ластаушылар ауыр металдар, су түбіндегі шөгінділер, улы химикаттардың шоғырлануы, коммуналдық тұрмыстың қалдықтары. Физикалық ластаушылар жылулық әсер пайдаланылған жылы сулардың төгілуі, электромагниттік толқындар және радиоактивті заттарды жатқызуға болады. Аралдың экологиялық проблемасы. Бұл проблеманың туына себепші болған адам әрекеті. Ұзақ жылдар бойы аралға құятын ірі Амудария мен Сырдарияның суының теңізге жеткізбей, түгелдей дерлік егістіктерді суаруға пайдаланып келді. Буланушылық дәрежесі жоғары болатын шөл зонасында орналасқан теңіз суының көбірек булануы оның тартылуына әкеліп соқтырды. Арал өңірінде туындап отырған қазіргі экологиялық апаттар жыл сайын теңіз суының тартылуы, оның фаунасы мен флорасы жойылып бітуге жақын. Топырақтың тұздануы өте жылдам жүруде. Арал теңізінде балық шаруашылықтары тоқтатылып, соңғы 1-2 жылда ғана қайта қолға алынды. Ондағы тұрғындардың әлеуметтік жағдайы төмен. Арал теңізіндегі антропогендік факторлардың ондағы тұрғындардың салт-дәстүрлеріне, экономикалық әлеуметтік жағдайына тікелей әсер етуде. Каспий аймағының экологиялық жағдайы. Бұл ауданның экологиялық жағдайы Каспий теңізінің деңгейінің көтерілуіне және жағалаулық теңіз экожүйесінің антропогенді әсерге ұшырауына байланысты болады. Каспий теңізінде мұнай, газ өндіру және мұнай өңдеу кешендерінің дамуына байланысты Қазақстанның батыс өңірінде қалыптасқан табиғат, әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жағдай. Каспий теңізі әлемдегі шаруашылық маңызы зор, ең ірі тұйық су алабы. Ғалымдардың болжамы бойынша теңіз деңгейінің көтерілуі су астында қалу қаупына әкелуі мүмкін. Су астында қалу қаупі әсіресе Каспийдің солтүстік және солтүстік шығыс жағалауында мұнай кен орындарына төніп отыр.
Теңіз деңгейінің көтерілуіне және мұнайдың теңізге төгілуіне байланысты теңіз суының құрамында мұнай өнімдерінің қалдықтары, фенол, хлорлы органикалық пестицидтер, азот, ауыр металдардың мөлшері рұқсат етілген шектерден бірнеше есе жоғары екені анықталған. Су құстары мен балықтарына да зиян тигізуде. Семей ядролық полигоны. Еліміздің тарихындағы ең қайғылы парақтардың бірі Семей ядролық сынақ полигонының өмірге келуі. Алғашқы атомдық жарылыс дауысы 1949 жылы тамыздың 29-ы таңғы сағат 7-де естілді. Семей ядролық полигоны ауданында 450-ден астам жер үсті және жер асты ядролық сынақтардың өткізілу нәтижесінде атмосфераға, гидросфераға және литосфераға өте үлкен мөлшерде радиоактивті материалдар шығарылды. Тек Семей ядролық полигонының ғана емес, соған жақын орналасқан үлкен аймақтар Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жезқазған облыстары радиоактивті ластануға ұшырады. Соның нәтижесінде сол аймақтағы көптеген тірі ағзалар және тұрғын халықтар зардап шекті. Алматы қаласы еліміздегі ең ірі мегаполис болып табылады. Алматы қаласының географиялық тұрғыдан алып қарағанда бірқатар экологиялық қолайсыз орын тепкен. Ол негізінен ауа айналымының жоқтығымен түсіндіріледі. Негізгі проблема атмосфераның ластануы. Атмосфераны ластайтын заттар ауаға тұрақты автомобиль көлігінің өсуімен байланысты. Экологиялық мәселелерді шешу, қорықтар, қорықшалар, ұлттық табиғи саябақтар мен табиғат ескерткіштерін қорғауға алатын аймақтарды ұйымдастыру. Екінші, қалдықсыз өнеркәсіп циклін енгізу. Агрохимиялық талдауға негізделген тыңайтқыштарды енгізу. Өсімдіктерді қорғауда экологиялық қауіпсіз әдістерді қолдану. Қалдық пен қайта пайдаланылатын суларды тазалау. Санитарлық қорғау салаларында пестицидтерді қолдануға жол бермеу. Өсімдіктерді қорғауда биологиялық әдісті енгізу. Дәрі-дәрмектердің бос қорапшаларын арнайы белгіленген жерлерде жою. Қоқысты бөлек жинау. Қағаз бен пластмассаны қайта өңдеу бойынша бірнеше өнеркәсіптер жұмыс істеуде. Олар Теміртауда, Алматыда, Нұр-Сұлтанда. Сіздерге үйге берілетін тапсырма: болашақта Қазақстан экологиясының өзгеруіне қандай үлес қосар едіңіз деген тақырыпқа баяндама жазу. Назарларыңызға рахмет.